Бұл балаларға арналған көңілді ойын секілді көрінгенімен, ішінде қорқынышты, психикаға ауыр әсер ететін нәрселер жастырылған. Осы видеода телефонға жүктеуге болмайтын қорқынышты ойындар жайлы айтамын, және қайсысы шын, қайсысы өтірік екеніне тереңірек үңілеміз. Баршаға сәлем, сіздермен Наурыз. Осы видео сіздердің сұрауларыңыз бойынша шығып отыр, бірақ 80% адам арнаға тіркелмей қарап жүр екен. Бұл үлкен көрсеткіш. Досым, арнаның дамуына үлес қосып, подписаться деген кнопканы басып жібер. Ал мен бастаймын. Blaze және монстр машиналар. Ойлаңызшы, кішкентай қыз анасына жүгіріп келіп қатты жылайды, ал қыздың бөлмесінде қорқынышты дауыс шығуда. Бұл оның телефонындағы мына ойыннан шығып жатыр екен. Бір қарағанда бұл ойын балаларға арналған секілді, ал ішіне кіргенде балақайды пышақпен қорқыту жайлы ағылшын тіліндегі қорқынышты әңгімелер естіліп жатыр. I'm your new friend. Happy, slappy, whatever you want me to be called. You see, I want to... Дәл қазір сіз бұл қосымшаны Google Play'ден таба алмайсыз. Себебі Google басшылығы бұл ойынды өшіріп тастады. Бірақ балаңыз осыған ұқсас басқа да ойындарды ойнауы мүмкін. Айтпақшы, өте күдікті нәрсе бар. Егер сіз осы ойынға кірсеңіз, ол сізден контактіге, камераға, тіпті геолокацияға дейін рұқсат сұрайды. Разрешить кнопкасын басатын болсаңыз, жоғарыда айтылған мәліметтерді приложение толық ала алатын болады. Сондықтан тек сенімді сайттарда ғана разрешить деген кнопканы басыңыз. Кореялық поп жұлдыздарға хат жазғыңыз келе ме? Middle приложениесі арқылы үлкен мүмкіндік бар. Әрине сізге кореялық жұлдыздар емес, боттар жауап беріп отырады. Бастапқыда сізбен сыпайы сөйлесуі мүмкін, бірақ уақыт өте келе сіз қорқытып, бопсалау мағынасындағы хаттарды байқайсыз. Мысалы, осындай хаттардың бірінде бот «Мен сенің телефоныңа вирус жіберемін» деген екен. Әрине шын өтірігін білмейміз, бірақ өз-өзімді қорқыту үшін мұндай қадамға бармас едім. Ал басқа бір оқиғада кейіпкеріміз өлім жайлы жазып көреді, жай қызық үшін. Ал бот оған өз-өзіне қол жұмсау жайлы ұсынған екен. Қорқудың қажеті жоқ, бірақ өз-өзіңізге психологиялық тұрғыдан зақым тигізгіңіз келмесе, бұл приложениені жазып алмаңыз. Baby Shaker. Baby Shaker ойыны балалардың дауысынан шаршаған адамға арналған екен. Егер сәбидің жылаған дауысынан шаршап, осы ойынды ойнайтын болса, ол адамның психологиясы точно зақымданады. Ойынның шарты бойынша, баланың жылаған дауысы шыққан кезде телефонды шайқап, оны өлтіру керек. Тікелей мағынасында солай. Достар, бұл ойын жайлы ешқандай нақты дерек таппадым. Дегенмен осы тектес ойындардан сақ болыңыз. Адам нені көбірек көрсе, немесе қандай нәрсені көбірек еститін болса, соған сай әрекет ете бастайды. Сондықтан абай болыңыз. Rip VIP. Бұл приложенияға кірген сәттен бастап, ол сізге хабарлама жіберуге рұқсат сұрайды. Егер разрешить кнопкасын басатын болсаңыз, ол сізге әлемдегі ең танымал адамдар қайтыс болған сәтте бірден хабарлама жіберіп отырады. Хабарлама сізге жиі келмейді, себебі танымал адамдар тым көп емес, және күнде өліп жатқан жоқ. Екіншіден, егер жер бетіндегі әр адам қайтыс болған сайын сізге хат келетін болса, телефоныңыз жарылып кетуші еді. Бұл қосымша жайлы мәліметтер аз. Әрине, егер 1000 лайк жинап тастасаңдар, екінші бөлім шығарып, осы ойындарды да тереңірек зерттеймін. Егер сіздің телефоныңыз бұрын ұсталған болса, онда оны сатып алғаннан кейін ішін тазартуыңыз керек. Бұл өте маңызды. Мына қысқа метражды фильмде осы жігіт өз телефонын көшеге қойып әдейі ұрлатады, ал кейін өзіндегі планшет арқылы телефонның нақты қай жерде екенін біле алды. Тіпті ұрлаған адамның түрін камера арқылы көрді. Ойлаңызшы, ол адам ештеңені де білмейді. Егер осындай ұрланған телефонды сіз сатып алған болсаңыз, онда камерадан сіздің түріңіз көрінер еді. Сондықтан телефоныңызға да абай болыңыз. Situationist. Осы қолданбаны жүктеп, танымайтын кез келген адамға тапсырма бере аласыз. Ал ол сізді карта арқылы тауып, сіз айтқан тапсырмаларды орындайды. Бұлай қарап тұрсаң, жаңа дос немесе жаңа таныс табу үшін жасалған секілді. Бірақ тереңірек ойлансаңыз, бұл істің қауіпсіз емес екенін байқайсыз. Бейтаныс адамның сізге не істейтінін қайдан білесіз? Оның үстіне бұл жердегі тапсырмалар ішінде қылмысқа апаратын, нақтырақ айтсақ, ұрлық жасау секілді тапсырмалар да болуы мүмкін. Тіпті көңіл көтеру үшін де ерігіп отырған болсаңыз да, бұл приложениені жазып алмаңыз. With me. Бұл қолданбаның түпкі мақсаты қайтыс болған туыстарыңызбен суретке түсу. Яғни адам тірі кезінде оны сканерлеп алады. Ал сосын 3D бейнесі телефонда мәңгі бақи сақталып қалады екен. Бір жағынан қарасаңыз, бұл жаман мақсатта өндірілген жоқ. Дегенмен,
бұл да өте қорқынышты болып саналады. Оның үстінде осындай қосымшасыз ақ ChatGPT көмегімен жасауға болады. Себебі ол сенімдірек әрі қауіпсіз. Ал мына приложение Google Play'да жоқ. Сіз оны басқа бір белгісіз сайттардан жазып алсаңыз, телефоныңызға вирус кіргізіп алуыңыз мүмкін. Қорқынышты том. Көбісіңіз осыны күткен шығарсыздар. Қорқынышты том ойыны Мой говорящий томның аналогы болып саналады. Ойынның ішіне кірсеңіз, дәл том ойыны секілді, ол да сіздің сөздеріңізді қайталайды. Ішіндегі локацияның барлығы да қорқынышты. Ешқандай қауіптілігі жоқ, тек түнде ойнамасаңыз болды. Бірақ дауысы шынымен де ащы естіледі, сондықтан да кішкентай балаларыңыздан аулақ ұстағандарыңыз жақсырақ. Достар, еңбегімді бағалап, видеоға лайк басып, арнаға жазылуларыңды сұраймын. Бұл каналымның дамуы үшін өте маңызды. Егер менің видеомды бірінші рет көріп отырсаңыз, каналыма кіріп, бұдан да мықтырақ видеоларды көре аласыз. Келесі кездескенше.